Фотоны скриншот жасайын, өзің кетіп қалшы дейді. Пожалуйста. Жасадыңыз ба фотоны, скриншот? Бұл ана Семен Скрипецкий деген художниктің инстаграмына кірсеңіз, сол жерде бар осы сурет. Авторы Семен Скрипецкий. Осындай жақсы суреттер, картиналар салып тұрады ол кісі. Всем ассаламу алейкум, қалайсың, қай жердің тумасы болдың дейді. Мен Алматы қаласының тумасымын. Еңбекші Қазақ ауданы, Алматы облысы, Ақши деген ауылда тұрамын. Қытай қаптағанда орыс әкеңдей көрінеді дейді. Кім ол жазып атқан? Қуаныш деген ба? Қытай қаптаған жоқ қой әзірге, бірақ әкеңдей көрініп атқан орыстар қаптық кетті ғой. 1 миллион орыс кіріп кетті дейді шекараңнан. Ағасы шекара жайлы бірдеңе деп жіберіңізші. Шекара ашық-шашық тұр, кіріп атыр. Ресейдің азаматтары. Пәтер қымбаттап атыр. Пәтер, азық-түлік қымбаттайды ертең күн. Олардың кесірінен. Сіздер айтасыздар, олардың қатысы жоқ. Осы соғыстың кесірінен кіріп жатқан, шекарадан кіріп жатқан адамдардың кесірінен пәтердің бәрінің бағасы өсті. Сіздер айтасыздар, соғыстың бізге ешқандай қатысы жоқ деп. Қатысы бар бізге. Геосаясат болғаннан кейін біз соның зардабын шегеміз бәрін. Түсінесіздер ма? Өзіміздің проблема жетеді дейсіздер ғой сіздер. Қазақстанның ішкі проблемалар. Қазақстанның ішкі проблемалар неден болып жатыр? Қазір қаптап жатыр Ресейдің азаматтары. Алматыда пәтерін қазір 1 бөлмелі пәтерін 800 мың теңге дейді айына. Жалдамалы пәтер. Ойлаңыздар, 1 миллионға 200 мың теңге жетпей тұр. Сұмдық қой ондай баға. Айлығың 150 мың теңге, 100 мың теңге. Сен қалай тұрасың ондай пәтерде? Айтып түсіндіріңіздерші маған соны. Ойбай, соғыста біздің шатағымыз болмасын. Ойбай, біз ондайға араласпайық дейсіздер. Қалай араласпайсыздар? Міне қазір келді сіздерге геосаясат. Сіздерге қатысы болып тұр ғой қазір. Қымбатшылықпен қазір сіздерді қинап жатыр ғой қазір. Оны істеп отырған қазақтар дейді. Енді қайтесіз енді қазақтар болса? Өйткені патриоттық сезім жоқ. Оларға негізі Ресейдің азаматына деп пәтерді бермей қоюдың орнына одан ары қымбаттатып, бәрін қымбаттатып, таксистер шекараға барып тасып жатыр дейді ғой. Солардың ақшасынан өлгендей болып. Пәтердің барлығын алса, олар қаптаса, ертең Алматыны кілең орыстар басып алады дейді.